Баяғыда ғалымдарымыз қазақ, орыс, өзбек үшеуін ұстап алыпты. Осылар тойға барған кезде не жейді екен? Давай осылардың асқазандарын ашып зерттеп қарайық депті. Тойға барған қазақ, орыс, өзбек үшеуін ұстап алып, бірінші өзбектің асқазанын ашып қараса, тойдағы барған. Өзбектің асқазанында бір пиала көк шай, бір тарелка плов бар екен, тойдан шыққан өзбекте. Орыстың асқазанын ашып қарайықшы, орыс тойда не жейді екен деп. Орыстың асқазанын ашып қараса, орыстың асқазанында бір стакан арақ пен бір тарелка борщ бар екен. Осы біз қазақ тойға барғанда не жейді? Қазақтың асқазанын ашып қарайық деп. Қазақтың асқазанын ашып қараса, қазақтың асқазаны ой, кешеге алып кеткен сорпа, бір пиала шай, қазы, арда, жал, шая, борщ, палау, арақ, коньяк, көкшай, қымыз, сорпа, лақман, гриль, пицца, қуырған ет, сәбіз, салат, тушенка, өрік, варенье, тоқаш, сыр, колбаса, гамбургер, банандар қабығымен, жүзіндер сабағымен, бір-екі баклажканың крышкасы, 3 гектар жердің көсақтысы жүр дейді қазақтың ішінде. Шын айтам ағайын. Ғалымдарымыз айтты, мынау асқазан ба емес, склад па депті. Давай бұлардың асқазандарын емес, миларын ашып қарайық. Армансыз адам, қанатсыз құс. Бұларда бірдеме армандайды ғой деп. Бірінші орыс миын ашып қараса, орыс миында қай жерге ресторан салсам деген мечтасы бар екен. Екінші өзбек миын ашып қарайық десе, өзбек миында қай жерге шайхана салсам деген мечтасы бар екен. Үшінші қазақ миын ашып қарайықшы, қазақты адам ғой деп, қазақ миын ашып қараса, қазақтың миында жоқ дейді, өрмекшілер ұя салып тастаған, шан басып жатыр дейді. Неужели бұл да адам ғой? Неужели бұл армансыз адам, қанатсыз құс, бұл да бірдеме армандайды деп. Қазақты ғалымдарымыз спутникпен басқа планетаға алып кетіп зерттеп қараса, қазақтың миында бір екі сөз жылтын етіп жүгір дейді. Ол не сөз екен деп қараса, ертең тойға не апарамын деп уайымда жүр екен ғой. Тойларыңыз құтты